Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Қазақстанда жасалған салангани макаронынан фаршталған ыстық тағам рецептісімен бөлісетін боламын. Және мындай көктемгі мамыражай салатының рецептісін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Видео ұнап жатырса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Фаршымызды аламыз. Укроп, кинза, петрушка және базиликті үстіп турап фаршымызға қосамыз. Көк жуаны турап жібереміз. Барлық көк шөбімізді саламыз фаршымызға. Хмели сунели салам. Етке арналған приправаны салам. Жуамызды үстіп турап саламыз. Фаршымызға менікі кішкентай пияз болғандықтан екеуін салдым. Тұз. Фарш салуға арналған макарон өнімдері салангани деп аталады. Өз Қазақстанның Тараз қаласында шығатын өнім. Қазақстанда жасалған. Енді жаңа жасаған фаршымызды жаңағы мынандай макаронымызды салангани макароны. Үстіп макарондарды толтырамыз. Салат. Асенька берем. Айтем сен. Кіші болғандықтан тағы бір екі пиязды алып тураймыз қазір ол қуыруға. Енді сәбізімізді төртіне өткізіп аламыз. Сәбізді су салып үстіп қуырып аламыз. Қазір куркуманы салам. Болгар бұрышымызды саламыз. Sarımsağımızды саламыз. Қызанағымызды үстіп қуырамыз енді салған. Енді фаршымызды осылай орналастырамыз да үстіне суымызды құямыз қайнаған. Енді суымызды қайнатамыз. Жауып 5 минут ашық отта пісіріп алдық. Сосын бетін пісіреміз. Бетін жауып бұқтырамыз. Бұқтқан отта жарты сағат пісіреміз. Асымыз пісті. Қазір тәрелкелерге орналастырамын. Салатымызды әзірлейміз. Бірінші қиярымызды турап аламыз. Ане, бите туралам, ана. Ал? Бите туралам. Қайтып турай аласың. Бит. Осылай турай аласың ба сен де? Мен сені аз жүрем. Енді қызанағымызды тураймыз. Екілі турадым. Жаздық салат деп. Жаздық салат бұл жаз кезінде дайындағаны өте керемет. Редискімізді кесеміз. Ева тұтпыз. Амен тұтпыз. Енді көк жуамызды турап аламыз. Петрушка мен кинзамызды осылай турап аламыз. Базилик кепкен, ұсақ ұнтақталған кориандр. Жарты лимон шырыны. Зәйтүн майын құямыз. заправкамызды жақсылап араластырамыз.
салатымыздың үстіне құямыз. Тұзымызды саламыз. Қалауымызша. Тарелкамызге салат жапырағын осылай орналастырып алып, салатымызды саламыз енді. Бөдененің жұмыртқаларын осылай турап. Mana сидеу. Қара қоям, мен де қоям. Сонда қойды. Енді үстін қожут дәндерімен өстіп әсемдейміз. Кедр жаңғақтарымен осылай сәндеуге болады. Бір-біріне сән беріп, осылай үйлесім тауып тұрады. Көктемгі көкөністер піскен кезде жасалатын салат. Кез келген тағамға ұсынуға болады. Кез келген тағаммен үйлесім таба беретін көктемгі мамыражай салаты. Жаққа қылышын.